Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Механизмдерді дұрыс жобалау үшін жылдамдықтарды талдау жоғары дәрежелі мәнге ие. Құрылымдаушының нағыз қызығушылығын кірістегі белгілі бір жылдамдыққа байланысты шыға берістегі буын жылдамдығының өзгеруі тудырады. Жылдамдықтарды талдау кезінде жай ғана екі қарапайым қағиданы біле отырып, кез келген буын жылдамдығын анықтауға болатыны қызық. Бірінші қағида. Қатты дене қандай да бір бағытта созыла немесе жиырыла алмайды. Бұл дегеніміз, егер қатты денеден екі нүктені алсақ, олар екі түрлі жылдамдыққа ие болуы мүмкін. Бірақ жылдамдық векторларының құраушылары қатар сызықтар, біріктіруші нүктелер іспеттес болу керек. Егер Б нүктесіндегі жылдамдық векторының құраушысы А нүктесіндегідей үлкенірек болса, буын созыла бастайды. Олай болмаған жағдайда буын жиырыла бастайды. Бұл екі жағдайда мүмкін емес, себебі бұл қатты дене. Сондықтан екі нүктенің де жылдамдық векторының құраушылары ұқсас болу керек. Бұл дегеніміз, егер біз А жылдамдығын Б жылдамдығынан алып тастасақ, салыстырмалы жылдамдық векторының ешқандай құраушы, қатар жалғаушы сызықтар болмайды. Ол нөлге келеді. Сондықтан салыстырмалы жылдамдық векторы перпендикуляр түрде жалғаушы сызыққа бағытталады. Ендеше, бірінші қағиданы жеңілдете былай тұжырымдауға болады. Қатты денедегі кез келген екі нүкте арасындағы салыстырмалы жылдамдық векторы оларды біріктіруші сызықтарға перпендикуляр болуы тиіс. Екінші қағида түйісетін беттерге қолданыла алады. Екі түйісетін беттер бір-біріне ешқашан кірмейді. Бұл қос буындар үшін ортақ нүкте немесе түйісу сызығы. Бұл сызық ортақ перпендикулярды көрсетеді. Бір нүкте әртүрлі буында әртүрлі жылдамдыққа ие болуы мүмкін. Кірудің жоқтығы ортақ перпендикуляр бойындағы екі буын жылдамдығының құраушылары тең болу керектігін білдіреді. Егер элемент екіншінің жылдамдығын құраушысы элемент біріншіден аз болса, онда беттер бір-біріне кіреді. Кері жағдайда беттер ажырайтын болады. Бұл екі жағдайда да түйісетін беттер үшін мүмкін емес, сондықтан жалпы перпендикуляр бойындағы жылдамдық құраушылары тең болуы тиіс. Жылдамдық құраушылары тең болғандықтан V1 және V2 векторларының әртүрлілігі ортақ перпендикулярға ешқандай қатар құраушыға ие болмайды. Сондықтан салыстырмалы жылдамдық ортақ перпендикулярға перпендикуляр болуы тиіс. Енді біз бұл екі қағиданы түрлі механизмдерге қолданамыз және олардың жылдамдықтарының талдауын жасаймыз. Алғашқы механизм 4 буыннан тұрады. Кірістегі бұрыштық жылдамдықты біле отырып, біз шыға берістегі жылдамдықты білгіміз келеді. Бұл жерде бәрі оңай. Біз орталық буын созыла немесе жиырыла алмайды деп санаймыз. Бұл буынның бұрыштық жылдамдығын білгендіктен, біз нүкте 1-дің жылдамдық шамасы мен бағытын оңай анықтай аламыз. Бірақ нүкте 2 үшін бізге тек жылдамдық бағыты ғана белгілі. Бұл жерде біз білген бірінші қағида көмекке келеді. Буын созыла немесе жиырыла алмағандықтан, бұл нүктелердің арасындағы салыстырмалы жылдамдық осы буынға перпендикуляр болуы тиіс. Бұл нүкте 2-дегі шаманы анықтауға жетелейді. Бұл жерден буынның бұрыштық жылдамдығын шығару оңай. Енді мына механизмді қарастырайық. Біз бірінші жұдырықшаның бұрыштық жылдамдығын білеміз және екінші жұдырықшаның бұрыштық жылдамдығын анықтағымыз келеді. Бұл түйіс кезіндегі ортақ перпендикуляр. Екі жұдырықшадағы түйісу нүктелерін қарастырайық. Біз бірінші жұдырықшадағы жылдамдықтың бағыты мен шамасын білеміз. Бірақ екінші жұдырықша бойынша тек бағытын ғана білеміз. Мұнда біз танысқан екінші қағида көмекке келеді. Буындар бір-біріне кіре алмау себебінен салыстырмалы жылдамдық ортақ перпендикулярға перпендикуляр болу тиіс. Сондықтан біз буынның бұрыштық жылдамдығын анықтауға мүмкіндік беретін V2 шамасын біле аламыз.
Осы әдісті пайдалана отырып, сіз кез келген механизмнің жылдамдықтарына талдау жасай аласыз. Сіздер жылдамдықтарды талдау бойынша жақсы кіріспе ақпарат алды деген үміттеміз. Рахмет.